мына құмар ойыны исламда қатты қайтарылған нәрсе ғой. Алла тағала айтады ғой, бұл шайтанның амалдарынан одан алыстаңдар дейді ғой. Осы құмар ойыны дегенді біз не екенін дұрыс түсініп алуымыз керек. Кейбір адамдар бұл ойынды ойынның аттарымен шатастырады да. Мысалы үшін қараңыз, ана ойын адал, мына ойын арам деп, мысалы үшін аттарымен сондай бөліп отырады. Жоқ, шындап келген кезде ойынның аты да маңызды емес. Кейбір енді өз атымен бар. Мысалы, нарды деген нәрсе, бұл исламда қатты қайтарылған нәрсе ол. Рас, менің сөзім емес, ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол жайлы айтылған. Мына тастарға исламда қатты қайтарған бұл нарды. Өйткені нарды адамның миын істететін нәрсе емес, ол тас лақтырасың, тас не береді, соны ала отырасың да. Бұл тек адамның уақытын өлтіретін нәрсе. Ал шахмат деген нәрсе бар. Бұны кейбір ғалымдар бұл адамның уақытын алады, бұл дұрыс емес деп айтқан ғалымдар бар. Бірақ бұны болады, өйткені шахмат адамды ойландырады. Шахмат ойнаған адам ойлау қабілеті артады деген ғалымдар да бар. Дегенмен, қараңыз, екеуінің атын айтып өттік қой. Қараңыз, бір ойын шахмат адал деп алыңыз да, бірақ бұл да арамға айналады. Қай уақытта? Мен мысалы бір адаммен шахмат ойнаймын, екі адам тігіс тіксе. Қараңыз, мен 1000 теңге тігем, анау 1000 теңге тігеді. Енді не пайда болады? Бұл екеуі шахмат ойнап отыр ғой, екеуінде де бір-ақ ой тұрады. Мен ұтсам екен деп. Екеуі де өзін ойлайды. Мен ұтсам екен. Мынау қай бір уақытта бізде бір модаға айналды ғой, кейін тоқтады. Бір машинасын сатады адамдар. Сөйтеді де билет істейді. 100 билет істейді да 1000 теңгеден сатады, 100 000 теңге ма? Сөйтеді де соны ойнатады да, ішінде біреу ұтады. Исламда қатты қайтарған нәрсе бұл. Не үшін білесіздер ме? Бұл істеп атқан амалдардың бәрі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір хадисіне қарсы шығады болды. Мұсылман өзіне жақсы көрген нәрсені өзге мұсылманға жақсы көрмейінше толық иман келтірген болып саналмайды. Енді қараңыз, 100 адам билет алған бір машина тігісте. Қалай ойлайсыз? 100-і тұрып алып, ана кім серіп ұтса екен, осы әйтеуір сол ұтып алып, бір пайдасына жаратса екен деп тұрасыз ба? Жоқ, 100-і де бір-ақ нәрсе ойлайды. Мен ұтсам екен. Ал ана екі адам шахмат ойнап отқан адамдар ше, екеуі де мейлі 10 000 теңгеден тіксін, 20 000 тұрма, конда, екеуі де ойлайды. Мен ұтсам екен. Қараңыз, пайғамбар саллаллаху айтып отыр. Сен өзіңе жақсы көрген нәрсені оған жақсы көрмейінше иман келтірмейтін боласың, иман келтірген болмайсың деп жатыр. Мысалы қараңыз, мына нәрседе жатады оған. Бильярд ойнайтындар бар ғой, бильярдқа барады, сөйтеді да уақытқа ойнау деген нәрсе бар ғой. Кім ұтылса, сол төлейді деген. Бұл да сол азартқа жата береді. Құмар, өйткені қараңыз, мен мысалы уақытқа біреумен ойнасам ше, ұтылмаудың әрекетін барынша жасайсың да, ұтылып қалмау керек, өйткені уақытқа төлеп қоясың. Бір шеттен намыс та. Бірден келісіп алыңыз. Бауырым, 1 сағат ойнаймыз ба? Давай, ортадан бөліп төлейік. Не болмаса сен төле, не болмаса мен төлейін. Бірақ анық кім төлейтіні белгілі болсын. Кім ұтылса сол төлейді деген нәрсе болды. Бұл уже не болады? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисіне қарсы шығып кете бересіз. Ағайындар, шынымен талай туған туыстардың ішінде де ана машинамен лотерея ойнатылған кезде көрдік қой. Талай ағайындардың өзі бірін-бірімен, біреу ұтқан кезде екінші шығып, бұл подстава. Сендер бұны бір нәрсеге қойғасыңдар, қалай өзі анаған түседі, не маған түспейді деген сияқты небір ұрыстарда шығып кеткен жігіттер. Құмар ойын Алла тағала қайтарды ма? Бұда бір хикмет бар. Алла тағала бекерден бекер бізді қайтармайды жігіттер. Құмар ойын деген осы. Түсіндіре алдым ба?